Қайырлы күн достар. Бүгін біз жобаның құнын жоспарлау процестерін талқылаймыз. Қандай кірулер мен шығулар бар, қандай құралдар мен әдістер қолданамыз және әрине жобаның бюджеті қалай жасалады деген сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Жобаның құнын басқару процесі жоспарлау кезеңінде бюджет қалай қалыптасады, қандай бастапқы мәліметтер қажет екенін анықтаумен байланысты. Бүгін осы сұрақтарды жан-жақты қарастырамыз. Жобаның құнын басқару процесі бірнеше негізгі кезеңдерден тұрады. Оларға құнды жоспарлау, құнды бағалау және бюджет қалыптастыру процестері кіреді. Құнды жоспарлау кезеңінде алдымен біз жобаның қандай жұмыс атқарылатындығын және осы жұмыстарға қандай ресурстар қажеттігін анықтаймыз. Бұдан кейін жобаның әрбір әрекеті бойынша баға қойылып, бюджет құрылымын құру үшін барлық қажетті мәліметтер жинақталады. Осы кезеңде біздің мақсатымыз жоба бойынша барлық жұмыстың құнын есептеп, жоба бойынша қажетті барлық шығындарды белгілеу. Келесі кезең құнды бағалау. Бұл кезеңде біз жобаның құнын анықтау үшін әртүрлі әдістерді қолданамыз. Жоба бойынша барлық іс-шаралар мен тапсырмаларды бағалау үшін бірнеше құрал мен әдіс бар. Олардың бірі аналогия бойынша бағалау әдіс. Мұнда біз бұрынғы жобаларға ұқсас жұмыстарды алып, олардың құнын салыстырып, жаңа жобаның құнын болжауға тырысамыз. Бұл әдіс әсіресе көп тәжірибесі бар компаниялар үшін тиімді, себебі олар бұрын жүзеге асырылған жобалардан алынған мәліметтерді пайдалана алады. Бұдан кейін параметрлік бағалау әдісі қолданылуы мүмкін. Бұл әдіс бойынша біз жоба параметрлеріне байланысты баға қоямыз. Мысалы, егер бір шаршы метрді жөндеу құны белгілі болса, онда белгілі бір аумақтағы жөндеу жұмыстарының құнын есептеу оңай болады. Сонымен қатар біз жұмыстың пакетін бастапқы деңгейден жоғары қарай көтеріп, барлық жұмыстардың бағасын қосу арқылы құнды бағалай аламыз. Бұл әдіс ұсақ операциялардан басталып жоғары деңгейге дейін жеткізіледі. Үшінші әдіс үш нүктелі бағалау. Бұл әдіс бойынша біз болжамды ресурстар мен уақытты есептейміз. Бұл әдіс арқылы біз тек ықтимал шығындарды ғана емес, сонымен қатар тәуекелдерді де ескере аламыз. Сонымен қатар ұсыныстарды талдау мен баға ұсыныстарын салыстыру да маңызды. Бұл әдіс жобаның қаржылық ұсыныстарын талдауға негізделген және коммерциялық ұсыныстарды салыстыру барысында ең тиімдісін таңдауға мүмкіндік береді. Жоба тәуекелдерін есепке алу үшін резервтік қор қалыптастыру қажет. Резерв әдетте жобаның жалпы құнынан 10 пен 30 аралығында болады және бұл қор тек қана күтпеген жағдайлар немесе жоғары тәуекелдер туындағанда пайдаланылады. Бұл резервтің дұрыс қолданылуы жобаның қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Құнды бағалау кезінде сапаға қатысты да өзгертулер енгізу қажет болуы мүмкін. Егер жобаның сапасын көтеру үшін қосымша шығындар қажет болса, бұл шығындар алдын ала жоспарланған бюджетке қосылуы керек. Егер сапа талаптары жоғары болса, жобаның бюджетін қайта қарау керек болады. Жалпы құнды бағалау кезеңдері бірқатар қадамдарды қамтиды. Алдымен қажетті жұмыстар анықталып, иерархиялық жүйе құрылып, әрбір жұмыс пакеті бойынша шығындар бағаланады. Әрі қарай жұмыс кестесі құралып, әрбір жұмыстың кезеңдері мен шығындары анықталады. Бұдан кейін осы жұмыстардың әрқайсысына арналған құнды бағалау жүзеге асырылады. Бюджетке қатысты шешімдер мен есептеулерден кейін біз жобаның барлық құжаттарын және қаржыландыру талаптарын қайта қараймыз. Осы құжаттар арқылы біз жобаның барлық шығындарын, резервтерін және басқа да қажетті ресурстарды анықтаймыз. Бюджет қалыптастырылғаннан кейін қаржыландыру механизмдері анықталады. Бұл кезеңде біз жобаны алдын ала төлеу немесе кезең-кезеңмен қаржыландыру туралы шешім қабылдай аламыз. Қорытындылай келе, жобаның құнын басқару өте маңызды процесс болып табылады. Бұл тек бюджет құру ғана емес, сонымен қатар жобаның сәтті жүзеге асырылуына кепілдік беретін шешімдер қабылдау. Құнды бағалаудың әр түрлі әдістерін қолдана отырып, біз жобаның барлық аспектілерін ескеріп, қажетті шараларды қабылдаймыз. Мұның бәрі жобаның тиімді басқарылуына және оның табысты аяқталуына ықпал етеді. Сондықтан жобаның құны мен қаржылық ресурстарын дұрыс жоспарлау және басқару жобаның сапалы әрі уақытында жүзеге асырылуы үшін шешуші фактор болып табылады.